Бизнес 3 күнде жобасы аясында жақсылық жасам марафоны бастау алды. Қала көлеміндегі шараның бірі Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы Маңғыстау индустриялық техникалық колледжінде өтті. Жас кәсіпкер, жас маман атты бағдарлама ерекше форматта ұйымдастырылды. Ғимараттың кіреберісінде көрме жасақталды. Қаз-қатар орнатылған мына туындылардың барлығы колледж студенттерінің еңбегі. Өздерінің тың идеяларымен жасаған дүниелері экологиялық таза әрі қолданылған тұрмыстық заттарды қоқысқа тастамай пайдаға асырып отыр. Түтін датчигі түтін болған жағдайда іске қосылады. Егер ол іске қосылмай қалса, бұл датчигімен іске қосылады. Және бұл түймемен өрттің болған жағдайын хабарлаймыз. Және бұл айыруға да болады бұл түймемен. Бизнес саласына қадам басып, нәтижеге қол жеткізу үшін теория мен тәжірибені ұштастыру қажет. Қысқа әрі тиімді жолды пайдалану керек. Осы бағытта дайындалған арнайы бейнеролик көрсетілді. Содан кейін студенттер тың жобаларын таныстырып, ұсыныстарын айтты. Осы 21-ші ғасырда біз жастар тек бір мамандықпен тоқтап қалмай, өзіміздің кәсіпорнымызды ашуымызға тырысамыз. Себебі деген біздің еліміз өзімізге үлкен мүмкіндікті жасайды. Мен мысалға WorldSkills Ақтау 2019 конкурстан бірінші орын алтын медальді алып келдім. Өзімнің идеям смарт шашет экзотикалық жемістерді өсіру. Сол идеяны іске асыруға елімнен көмегін сұраймын. Бас қосуға осы колледжден түлеп ұшқан қазіргі уақытта кәсіптерін ашып, жетістікке жеткен майталман мамандар қонаққа шақырылды. Заман көшінен талмай еңбектеніп жүрген олар кәсіпті қалай бастау керек, бірінші кезекте нені ескеру қажет деген сұрақтарға жауап беріп, тәжірибелермен бөлісті. Студенттердің жәрмеңкелерін көрдік, жобаларын көрдік. Өте маңызды, әлеуметтік маңызы бар жобаларды көрдік, инновациялық жобаларды көрдік. Болашақта осы жобалар қолдау алады, ары қарай дамиды деген ойдамыз. Өте маңызды жобалар бізге өзіме жеке басым айтқанда өте қатты ұнады. Себебі қайталанбас жобалар да бар. Тәжірибемен бөлісуге, ақылдасуға, болашаққа бір кеңес беруге әрдайым дайын. Былай айтқанда, мына жастар, қазіргі жастар Қазақстанның болашағы. Сол себептен кеңес беруге де барлық тұрғыда дайын. Бүгінде кәсіпкер болуға ниетті азаматтарға мемлекет тарапынан қолдау көп. Түрлі бағыттағы бағдарламалар қабылданып, іске асырылып жатыр. Ал баламасы жоқ бизнес 3 күнде жобасы мүжәлсіз отбасылардың армандарын жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Айта кету керек, аталған жоба бойынша меценаттардың көмегімен Жаңаөзенде 100 жаңа бренд пайда болды. Сәуле Жолманбетқызы, Нұрсұлтан Өскенбаев, жаңалықтар.